Сәлем достар, бүгін сіздермен біз тар чизкейк жасайтын боламыз. Алдымен 200 грамм ұнымызға 150 грамм майымызды, 60 грамм шекеріміз салып, қолмен ұнтақтайтын боламыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа салып, оған 10 грамм разрыхителіміз салып, әбден араластырып алатын боламыз. Дайын болған жұмыртқаны жаңа ұнтақталған ұнымызға салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз аз болса, үстіне шамалап ұн салып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды формамызға осылай жайып шығатын боламыз. Менде 26-лық диаметрдегі форма. Ыстық сүтке сөгіміз салып бұқтырып алатын боламыз, яғни тарымызды. 250-200 грамм творогымызға 50 грамм қаймақты салып, блендермен езіп алатын боламыз. Творожный сырды алып, оған қант салып, әбден қасықпен езіп аламыз. Оған жаңа блендермен езілген творогымыз салып, оған 2 жұмыртқамыз саламыз. 2 қасық крахмалымыз саламыз. Және езіліп тұрған тарымыз саламыз. 30 грамм сгущенка құямыз. 50 грамм қаймағымыз салып, 50 грамм сливкіміз құйып, барлығын әбден араластыратын боламыз. Жаймен қасықпен араластыратын боламыз. Қамыр төселіп тұрған табамызға смесімізді құятын боламыз. Осындай қоймалжың болып шығады. Дәмі өте керемет болып шығады. Алдын ала қыздырылған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Ас болсын.